Мектептің сыңғырлаған қоңырау үні басылып сынып бөлмесінде соңғы оқушының аяқ дыбысы өшкенде. Сара үстеліне сүйенген күйі терең дем алды. Ол көркіне көз тоймайтын, өне бойынан нәзіктік пен жылылық есіп тұратын келіншек. Аққұба өңіне жараса біткен сарылау шашы иығына төгіліп, әрбір бақан қадамынан аналық мейірімде, ерекше бір әйелдік тартымдылықта байқалып тұратын. Үш баланың анасы болса да табиғат сыйлаған толысқан мүсіні, бұратылған нәзік белімен ауыр да салмақты қос анары жұқа блузкасының астынан сыртқа бұлқынып өзгелердің сусаған жанарын еріксіз өзіне арбайтын еді. Жұмыстан кейін үйіне асығатыны да күтетіні де бар. Кеудесінде сүйікті күйеуіне деген адалдық пен отбасылық бақыттың табы сөнбей жанып тұрғандай. Бірақ бұл бақыттың артында ешкімге тіс жарып айта алмайтын ішкі өкініші мен тылсым шөлі жатыр еді. Күйеуі жұмыс бабымен жиі командировкаға шығып кететін. Айлап апталап сапарда жүргенде үйдегі жалғыздық пен түн ішіндегі суық төсек Сараның жанын жегідей жейтін. Ол түн ауасында төсекте жалғыз жатып саусақтарымен көрпені қатты қысқан күйі, өзінің толысқан денесін баурап алатын ыстық құшақты ер адамның батыл аймалауын сусап аңсайтын еді. Мейлі, бәрі де отбасымыздың болашағы үшін ғой деп сыбырлайтын ол айнаға қарап дауысы іштей дірілдеп кірпіктерін төмен түсіріп. Бірақ денесіндегі тулап жатқан жас келіншектің отымен ештеңемен қандыра алмайтын бұл шөлі мектеп қабырғасында күн сайын өсіп, оны белгісіз бір қауіпті өрге сүйреп бара жатқан еді. Мектептің орналасқан жері де, Сараның күнделікті қатынайтын жолы да оңай емес еді. Оның үйі мектептен тым алыста, тау бөктеріндегі оңаша ауылда болатын. Күн батып, айналаны кешкі салқын ымырт жапқанда, Сара аялдамада сағаттап автобус күтіп шаршап шалдыққан күйі үйіне әзер жететін. Осы бір ұзақ жолдар мен суық аялдамалар оның бойындағы жалғыздықты одан бетер тереңдете түсетін еді. Мектепте Наурыз есімді мұғалім бар болатын. Ол бойында сабырлылығы мен биязылығы қатар өрілген, сөзі орнықты, шын мәніндегі еркек өнегесі бар азамат еді. Бойжеткендер мен әріптестерінің арасында сыйлы жүзінен әрдайым жылылық есіп тұратын. Бірде кешкі сабақтар аяқталып мектеп іші тым-тырыс қалың үнсіздікке батқан сәтте, Наурыз ағай коридорда жалғыз келе жатқан Сараның қасына ақырын жақындады. Оның бойынан аңқыған сүйкімді әтір иісі мен еркектік сұстылық айналадағы ауаны лезде жылытып жібергендей болды. Сара, күн кеш батып бара жатыр, таудың жолы да қауіпті деді ол дауысы барқыттай жұмсақ, майда үнмен Сараның жанарына барлай қарап, аялдамада тоңып отырмай машинама отырыңыз, үйіңізге дейін өзім апарып тастаймын. Сараның жүрегі бұл ұсыныстан аздап дүрс ете түсті. Ол Наурыз ағайдың бұл қамқорлығын іштей бағалағаны мен бойын билеген белгісіз бір ұят пен ережелердің қысымынан аса алмады. Кірпіктерін төмен түсіріп қолындағы ауыр папкасын кеудесіне қаттырақ қыса түсті. Рахмет сізге, Наурыз ағай деген даусы әзер шықты Сараның. Саусақтары дірілдеп, жүзі албырай түсіп, әуре болмай қойыңыз, автобуспен-ақ жетемін. Сөзімді жерге тастамаңыз, маған түкте қиындығы жоқ деп сыбырлады ол бойжеткенге бір қадам жақындай түсіп. Жоқ, қойыңызшы, ел жұрт не айтады деді Сара. Жанарын тайдырып терең дем алып, жай ғана автобусқа отыра салайын. Наурыз ағай оның бұл тартыншақтығына ренжіген жоқ. Тек еріндеріне жұмбақ жыми сиялатып ақырын басын изеді. Бірақ екеуінің арасында пайда болған бұл белгісіз тартылыс пен ауада қалып қойған ыстық дем келесі жолғы кездесудің бастауы ғана еді. Арада бір-екі күн заулап өте шықты. Мектептің ұзын шулы коридорында кездесіп қалғанда, Наурыз ағай Сараға әдеттегідей жылы жүзбен қарап, жай ғана басын изеп амандасып өте беретін. Оның бұл сабырлы да салмақты мінезі Сараның ішкі үрейін сейілткендей болған еді. Бірақ кешкі ымырт тағы да тау бөктерін жауып бара жатты. Сара шаршаңқы адыммен суық желге бүрісе аялдамаға қарай жақындап қалған еді. Кенет
Жанынан ақырын ырғып барып қара түсті машина тоқтады. Машинаның әйнегі баяу түсіп, рульде отырған Наурыз ағайдың өтімді де жылы жанары көрінді. Сара, кәне, отырыңыз енді, деді ол дауысы барқыттай жұмсақ, майда үнмен өзіне шақырып, біздің үйімізде бір-біріне жақын ғой. Отырыңыз, үйіңізге дейін тез апарып тастайын. Маған ешқандай қиындығы жоқ. Сара бір сәтке бұрылып жан-жағына қарады. Таудың салқын желі өне бойын тоңдырып, кешкі автобустың қашан келері де белгісіз еді. Оның үстіне Наурыз ағайдың қоярда қоймай ақжарма көңілмен шақырғаны бойжеткеннің ішкі қарсылығын мүлдем жібітіп жіберді. Жақсы онда. Рахмет сізге, деген даусы әзер шықты Сараның. Еріндері дірілдеп, жүзіне қан жүгіріп. Ол машинаның алдыңғы орындығының есігін ашып ақырын отырды. Салон іші құшырлана аңқыған қымбат әтірдің иісі мен майда музыканың үніне толы еді. Мұндағы жылы ауа Сараның тоңған денесін лезде балқытып, бойын беймәлім бір рахат сезім билей бастады. Машина тауға қарай көтерілген сайын екеуінің арасында үзілмейтін, өте өтімді әңгіме өрбей түсті. Наурыз ағайдың әрбір айтқан сөзі, әзілі, еркекке тән орнықты үні. Сараның жүрегіндегі жылдар бойы жиналған жалғыздық пен суықтықты біртіндеп ертсегелі тұрғандай еді. Мектептегі жұмыс сізге тым ауыр тимей ме, деп сыбырлады Наурыз ағай, көзін жолдан алмай, бірақ даусымен бойжеткенді аймалағандай. Әрине, кейде шаршаймын. Бірақ үйге жеткенше осы жолдан да шаршайтын едім. Сондықтан бүгін маған үлкен көмек болды, деді ол ақырын, жымиып кірпіктерін төмен түсіріп. Көп ұзамай машина Сараның үйінің алдына келіп тоқтады. Сыртта тас қараңғы түн орнаған болатын. Сара есікті аша беріп, Наурыз ағайға соңғы рет бұрылып қарады. Олардың жанарлары түйіскен сәтте ауада белгісіз, бірақ өте ыстық бір тартылыс пайда болып, екеуінің де тынысын жиілетіп жіберді. Рахмет сізге. Аман есен жетіп алыңыз, деген даусы әзер шықты Сараның. Саусақтары есіктің тұтқасын қаттырақ қысып. Ештеңе етпейді, Сара. Енді күнде бірге қайтатын боламыз, деп сыбырлады Наурыз ағай, көздерінен жұмбақ бір от лаулап. Сара машинадан түсіп үйіне қарай бет алды. Бірақ оның өне бойында Наурыз ағайдың даусы мен машина ішіндегі ыстық ауаның табы әлі де сақталып қалған еді. Сөйтіп, арадан күндер зымырап өтсе де, олардың кешкі бір түрлі тылсым сапарлары үзілмей күнделікті әдетке айнала бастады. Әңгіме ең қызық жерінде тоқтады ма? Осы хикаяның жалғасын және басқа да қазақша 18+ аудио хикаяларды толық тыңдағыңыз келсе, бізге жазыңыз. Әңгімелер ашық айтылады. Өзіңізге ыңғайлы жолды таңдаңыз. Телеграмдағы жабық аудио арнамызға қосыла аласыз. Немесе барлық аудиоларды тікелей WhatsApp арқылы жеке жібереміз. Жаңа аудио хикаялар үнемі қосылып, жинақ толықтырылып отырады. Қолжетімді алу үшін WhatsApp нөмірімізге жазыңыз. 8 702 371 52 76. Тыңдаңыз, жаңа хикаяларды жіберіп алмаңыз.